Ассалаумағалейкум. Өткеннен бері крузакты жинап жатырмыз. Естеріңізде болса, Шузетпен крузак проектін бастаған болатынбыз. Өткен серияда бізде кузовты біз рамаға отырғыздық, моторды орнатып қойдық, выхлоп варт етіп қойдық. Дальше, одан кейін істелген жұмыстар ақырындап электрикасына кірісіп жатырмыз. Мұнда біз радиатор заказ беріп қойдық. Толстый усиленный алюминиевый радиатор болады. Және де оның бетіне 211-дің Mercedes 211-дің вентиляторын қоямыз, жақсы суытатын болады. Оның астында бурға охлаждение, коробка охлаждение штатный 470-кі. Дальше по электрике. Мұнда бізде блок предохранителі крузактың өзінікі. Бұйырса осыған астынан көрсеңіздер, барлығын өзгертіп, біздің компьютерді осыған питаниясын барлығын шығарып, штатный қылып орнататын боламыз. Дальше по салону. Салонда біз торпеданы орнатып қойдық. Щиток бізде 470-кі, автоматтікі, 5-ступка, американец. Және де рулі мен мультирулін, круиз контролін барлығын бұйырса қосатын боламыз. Бізде іште одан кейін қалады, селекторды орнату керек болады. Сосын қалғаны бәрі уже сборка. Дальше мұнда бізде бак, дизельный бак. Өзінің состояниесі жақсы болғасын бакты қалдырамыз деп шештік. Оған біз өзінің станциясына Camry 53-5-тің фильтрін, регулятор, насосымен бұл моторға жеткілікті болатындай етіп жалғап қойдық. Бұйырса осының ішіне топ етіп отыра қалатын болады. Одан кейін көлікті оталдыра берсек болады. Пока жасалған жұмыстар осы.